Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары? Рационал сандарға амалдар қолдану бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың екінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда бірнеше нұсқалары бар, каналға өтіп қажетті нұсқаны қарасаңдар болады. Ал енді бұл бір жобада 4 тапсырма беріледі, жалпы балл саны 14-ке тең. Бірінші тапсырмасы есептеңіз. Бірінші жақшаны орындайтын болсақ, ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі бізде 12 болады. 12-ні 12-ке бөлеміз 1 болады. 4-ке бөлсек 3 болады. Сонда минус 5, минус 9 болады. Мұнда бөлу деймізде, араласанда бұрыс бөлшекке айналдырайық, 3-тен 7 болады. Азайту, мұндағы араласанда бұрыс бөлшекке айналдырайық, 3-тен 16 болады. Көбейту, минус, мұндағы 0,100-ден 75 оқушылар 75 бөлінген 100 деп алсақ болады. 12-ден минус 14. Мұндағы бөлуді көбейту деймізде, бөлшектің алымы мен бөлімінің орнын ауыстырамыз, сонда 7-ден 3 болады. Мұнда біз азайту 16 мен 100-ді екеуінде 4 деген санға бөлеміз, мұнда 25 болады, мұнда 4 болады. 3 пен 75-ді екеуінде 3 деген санға қысатамыз, мұнда 1 болады, мұнда 25 болады. Сонда минус 4 көбейтеміз. Минус 25-тен 25-ке, мұнда 1 болып кетеді ғой, сонда плюс 4 болады. Енді 12 мен 3 екеуі 3 деген санға бөлінеді, мұнда 1 болады, мұнда 4 болады. 14 пен 7 екеуі 7 деген санға қысарады, мұнда 1 болады, мұнда 2 болады. Сонда минус 4-тен 2, минус 4-тен 2, қосамыз 4-ті. 2-ні 4-ке бөлетін болсақ, 0,5 болады. Қосамыз 4-ті, тең болады 3,5-ке. Келесі екінші есеп, өрнектің мәнін табыңыз. Мұндағы периодты ондық бөлшектерді жай бөлшек түрінде жазайық. Яғни жай бөлшек айналдырайық. Мұнда бізде жақшаның ішінде 2 цифр 99 жазылады. 2 9 жазылады. Жақшаның ішінде 12, оның алдында ешқандай сан болмаса, 12-ның өзі жазылады. Енді келесі, мұнда бізде жақшаның ішінде 1 цифр 1 9 түседі. Жақшаның алдында 1 цифр бар екен, 1 0 түседі. Енді 26 азайтылған 2 деп аламыз. Мұнда мінеге 26-тан 2-ні азайтамыз. Қосылған 1 бүтін қосу деймізде. Мұна 1 бүтінді бөлек жазайық. Енді мұнда бізде жақшаның ішінде 2 цифр 2 9 түседі. Алдында 1 цифр 1 0 түседі. 281 азайтылған 2 деп аламыз. Енді былай аламыз. Мұнда біз 12-ні көбейтеміз 90-ға, шеткі мүшелерін көбейтіп алымына жазамыз. Мұнда біз 99-ды көбейтеміз 24-ке. Оған қосамыз. 1 бүтін 990-нан мұнда бізде 279. Енді 12 мен 24 екеуі де 12 деген санға бөлінеді, мұнда 2 болады, мұнда 1 болады. 99 бен 90 екеуі де 9 деген санға бөлінеді, 10 болады, мұнда 11 болады. Енді 11-ге көбейтеміз 2-ні 22 болады. 1-ге көбейтеміз 10-ды 10 болады. Мұндағы араласанды бұрыс бөлшекке айналдырып жазайық, сонда 990. 1-ге көбейтеміз 990-ды, оған қосамыз 279-ды, 1269 болады. Мұнда 22 мен 10-ды екеуінде қысқартып жіберсек болады. Екеуінде 2 деген санға бөлеміз, сонда 11-ден 5 болады. Мұнда біз 990 мен 1269-ды екеуінде 9 деген санға бөліп жіберейік, сонда 110, алымында 141 болады. 110 мен 11-ді екеуінде ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі
110 болады. 110-ды 11-ге бөлсек 10 болады. Онда 1 болады. 2-ні көбейтеміз 50. Қосамыз 141-ді. Тең 110-нан 191. 191-нің ішінде 110-нан біреу бар. 110-ның өзі жазылады. Қалдық 81 болады. Бір бүтін 110-нан 81. Үшінші тапсырмасы мұндағы берілген өрнекті көбейтудің үлестірімділік қасиетінің орындалатынын осы сандары арқылы тексереміз. А қосылған b-ның с-ға көбейтіндісі тең болады а-сы қосылған b-сыға. Осы теңдіктің шын мәнісінде осындай болатынын мұндағы сандарды қойып тексереміз. Енді а-ның орнына қоямыз 0,3-ті. Қосамыз b-ны. Бұл бізде минус 1,4, сонда минус 1,4 болады. Плюс минус бізде минус болып кетеді. Көбейтеміз с-ны, бізде с минус 2,5. 0,3 минус 1,4, сонда минус 1,1 болады. Көбейтеміз минус 2,5-ге. 2 минус плюс болып кетеді. 1,1-ге көбейтеміз 2,5-ті, сонда 2,175 болады. Мінеке мына өрнекте бізде 2,175 шықты. Енді келесі мына өрнекті есептейік. А бізде 0,3. Көбейтеміз минус 2,5-ті. С-ны қосамыз. Б бізде минус 1,4. Көбейтеміз минус 2,5-ті. 0,3-ге көбейтеміз минус 2,5-ті, сонда минус 0,175 болады. Минусқа минусты көбейтсек плюс болады. 1,4 көбейтеміз 2,5-ті, сонда 3,5 болады. Таңбалары әртүрлі. Үлкен саннан кіші сан азайтылады, сонда 2,175 болады. Оқушылар мінеке, мына өрнектен 2,175, келесі мына өрнектен 2,175 шықты. Екеуі тең. Соңғы тапсырмасы Алихан бір сан ойлады. Осы саннан минус 0,8-ді алып, нәтижесін 1,15-ге көбейткенде 10,2 саны шықса, Алихан бастапқыда қандай сан ойлаған еді? Алихан бір сан ойлаған, оны біз x деп аламыз. Одан минус 0,8-ді азайтып, шыққан санға 1,15-ті көбейткен кезде 10,2 деген сан шығады екен. Алиханның бастапқыда ойлаған сан табамыз. Сонда x қосу 2 минус плюс болып кетеді, 0,8 деп аламыз. Тең 10,2, мұндағы көбейту 1,15-ті бөлі 1,15 деп аламыз. 10,2-ні 1,15-ге бөлетін болсақ 6,8 шығады. Енді x-ті табу үшін 6,8-ден азайтамыз 0,18-ді. Сонда x тең болады екен 6-ға. Алиханның бастапқыда ойлаған саны 6-ға тең.